сәждеге қоя бер, қашатын шайтан бәрі қашат жаным. Мен бүгін сәресіне тұра алмай қалдым ұстаз, сосын азанда қалдым да ұстаз, сосын азанда ұйқымнан тұрғанда қарным аш болды, кешке дейін шыдай алам деп ниет етпей бекітпедім да, сосын енді мен 60 күн аузымды бекітуім керек бе дейді. Сіз жалғастырып кете беруіңіз керек еді, негізі. Жалғастырып кете беруіңіз керек еді. Бірақ оразадан бір күн ұстайсыз. 60 күн болмайды сізге, ниет етпеген екенсіз. Ораза қабыл болсын, құсса ораза боламыз ма? Бұзылады. Құсқан оразан толық бұзған бұзылады дейді. Таң намазында ұйықтап қалсаң, қай уақытта қарыз өтеуге болады? Максимально тез өтейсіз. Тек қана түске дейін өтесеңіз сүннетімен оқисыз, одан кейін болса тек қана парызын оқисыз. Айырмашылық осыда. Ұстаз, көріп отырсаңыз айтыңызшы, ораза кезінде қан орталығына барып, қан тапсыруға бола ма дейді. Болады. Болады. Мен диализге түсем, ораза бұзыла ма дейді. Қан тапсыру туралы былай. Егер қан тапсырғанда әлсірейтін болсаң, макрух болады. Басың айланып құлап қалсаң. Бірақ қуатты жігіт болсаң, ештеңе етпейді, өткізе беріңіз. Ал енді диализ мәселесіне Алла жеңілдік берсін сізге. Диализде бүйрегіңізде кінәрат болғандықтан сіз дәрігермен кеңесіңіз. Дәрігермен кеңескеніңіз жақсы болады. Ол соның маманы қыл бұйырса. Сіз жақсы біледі сіздің ахуалыңызды, сіздің жағдаятыңызды. Ораза кезінде таңертең тісімізді жууға бола ма? Жуу керек, ертеңгіде, кешкеде. Еліміз тыныш болсын дейді. Әумин. Дәретіңді алмай ауыз бекітуге бола ма? Болады. Ұстаз, мұрынға шашатын дәрі қолданамын дейді. Бірақ ораза ұстап жүрмін дейді. Мұрынға шашатын дәрі, егер сіз шепкен кезде мұрынның ішінен өтіп, танауға өтіп, танаудан мына тамаққа дәм сезіп, және жұтынатын халге жетсеңіз, ораза бұзылады. Қызылордада таң намазы 5-те, тахаджуд 3-те оқысан бола ма? Болады. Ауыз ашар мен сәресіндегі дұғаны қазақша мағынада айта беруге бола ма? Болады. Ұстаз, депрессия, бессонницадан қалай арылса болады? Аятыл курсиді оқимын. Дұға оқып, зікір айтып, салауаттарды қосып, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға көбірек салауат айтып, соның ішіне 10-нан салауат айтып, одан кейін намаз оқыңыз. Ине алсам бола ма? Ораза бұзбайды ораза. Ол кірмейді ғой сізге ине арқылы. Ине не емес, тамақ емес. Тахаджудты таң намаздан 20-30 минут бұрын оқыса бола ма? Енді солай оянып қалсаңыз бола береді. Оразада дос қыздарымның қолына ұстап амандасуға бола ма дейді. Енді ораза бұзылмайды қол ұстағаннан, бірақ ер адам ермен, әйел адам әйелмен қол ұстасқаны жақсырақ болады. Сәресіндегі дұғасын 2 рет 3 рет оқуға бола ма дейді. Контроль не міне? Оқи бер, ештеңе етпейді. Қанша көп оқысаң, сонша көп сауап болады. Және тек қана, я Алла, бүкіл тілектеріңізді айт. Шаш алса бола ма? Ауыз беріп кезде дейді. Ала беріңіз. Жүрегімді ауыртықты қалай сейілтемін? Татмайын әл құлып, жүрекке зікір шипа береді. Алланы еске алу шипа береді. Салауат айту шипа береді. Қолыңызда тәсбih болсын. Барлығы намаз оқып кетсе бола ма? Болады, жақсы болады, сол оқу керек. Бірақ мақтанып, басқаларды адам орнына көрмей, сен сияқты кішкене тәкаппарланбай, мінезді чұқып біреудің айыбын іздемей, ақыр заман жақындағанда аяғың бас болып, басың аяққа түсіп, дүниесіне мас болып, біреудің айыбын іздеп чұқығанға мәз болады деген екен.
Сондықтан солай болмаса жақсы болады. Біреудің айыбын іздеп шықып соған мәз боласың, соны қияметтің белгісі болады. Сол сияқты намаз оқығандарда басқаларды менсінбей, мен намаз оқыдым, бәрің тозаққа түсесіңдер деп жәннеттің хазяйыны болмау керек. Мәселе сода. Тарауих намазын әйел адам үйде қалай оқиды? 20 ракат оқиды, өзі аз-аздан бөліп оқи береді. Аға, қыздар жұма намазға барса болады ма? Әркім әртүрлі айтады дейді. Қыз баласы үйде оқығаны жақсырақ. Қыз баласы барғаны дұрыс көрілмейді. Бірақ біздің елімізде орын бар, одан әйелдерге, одан кейін кішкене уағыз айтылады, соны тыңдап, бір жақсылыққа бет бұрам десе, үстіне көйлегін дұрыстап киіп барса болады. Тақ етіп, алдына каблукпен киіп, еркектердің жүрегін айынтып, бәрінің ойын біз жібермеу керек. Аға, массаж болады ма дейді. Массаж ба? Массаж оразаны бұзбайды енді негізінде. Бірақ бұл физия дәрігер берген болса, одан кейін өзінен өзің андай бір ұятсыз массаж істесең арам болады. Ауыз ашу, ауыз бекіту дұғасын оқымай, тек бисмилля деп ашсам бола ма? Болады. Бірақ ода тұрған не бар? Не қиын бар? Соны бір 4 сағат оқисың ба не? 20 минут оқисың ба? Екі ауызсыз, Алла, сен үшін ниет қылдым, оразамды қабыл қыл, жақсылықта болайық, дұғамызды, еліміз аман болсын деп. Неге аяйсың ба не? Қазақ үшін дұға қылсаң, мұсылман үшін дұға қылсаң не? Аяйсың ба? Не сөз ол? Бисмилля дұрыс, Алланың аты. Ол проблема жоқ. Айт, оны әшейінде де айта бер. Бірақ сол ел үшін, халық үшін, өзің үшін осы дұғамды қабыл ет, халқым аман болсын, ата-анам аман болсын, мұсылмандарға бірлік бер, отаныңа жақсылық тілесең, не бұдан салмақ бола ма не, жаман нәрсе бола ма не? Жоқ шарын. Дұғалардың қабыл болатын сәтінде тұрсын ғой, көл көсіріп. Алла өзі тіле деп тұрса, неге тілемейсің? Оразаны бір ұстап басасаң, әрі қарай үзбей ұстау керек па дейді. Не үшін үзесің? Себебі болса үзіңіз, себебі болса. Ғұсылсыз ораза ұстауға бола ма дейді. Ғұсылсыз ұстай беру жақсы нәрсе емес, бірақ оянып қалдың, ғұсылсыз болып қапсың. Жуынып жатам дегенсің, жуынып жатында ұйықтап қапсың, сәресіне уақытыға кіріп кетті. Енді ауыз бекітіле береді. Ауыз бекітіле береді жаным. Ысырап жөнінде көбірек айтыңызшы. Ысыраптың ең үлкені уақыттың ысырабы болады. Ысыраптың ең үлкені уақыттың ысырабы. Тамақтың ысырабы бізде бар, бірақ азырақ деп айта аламын. Қазір бәрін пакетке салып, сыпырып, сыдырып бәрін алып кетіп қалады. Кафеде де, ресторанда да. Аға, ұйықтаған кезде танаудан тамаққа су өтіп кете береді, ораза бұзыла ма дейді. Танаудағы қалай ол өтеді, түсінбедім. Танаудағы өзіңнің суың, өзіңнің енді мұрнына неғады өз белгілі ғой. Сол нәрсені сол мына жағынан шығармай, сол кейін отправка жасап, тамағыңа жіберіп, одан арғы асқазан өтіп кетсе, мәкрух болады. Ол шықпаған үшін негізі жұтатын нәрсе емес, бірақ жұтып кетсең, ораза бұзылмайды. Егер далаға шығарып тұрып, қайта жұтып жіберсең, онда ораза бұзылады. Ұйықтағанда болсын, күндіз болсын, айырмашылығы жоқ. Әйел адамға кеңес айтыңызшы. Қазір айтам, тақырыбымыз бүгін әйел туралы, салиха әйел туралы. Соңына қарай айтамыз. Тарауих парыз ба, сүннет болады. Моншаға түсуге бола ма? Макрух болады. Егер кәдімгі шомылу болатын болса, егер жуыну үшін бұнда тұрған ештеңе жоқ, тек сақ болу керек, жұтып қоймау керек, мұрнынан су кірмеу керек. Ұстаз, ораза ұстаған адам шешеден боқтаса, оразасы бұзылады ма? Жолдасым аузы берік, бірақ өте көп боқтайды дейді. Қанша көп боқтаса, сонша қадірі кетіп, сонша сол кісінің қарғысына қалып, сонша сауабы кемейді, бірақ ораза ашылмайды. Ораза ашылмады екен деп, боқтай берген жақсы болды, боқтай алмай жүредім әйелімді деген ол жақсы нәрсе емес. Арам, плюс тағы арам, тең тағы арам. Қанша көп боқтаған сайын, сонша көп сауабы кемей береді. Анау қайтыс болып кетсе, анаңа барады, саған барады сауабы. Сондықтан
бул дұрыс нәрсе.